Балдар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы билер сөзі, нақылдың көзі, яғни қорытындылау сабақ. Сабағымызды бастамас бұрын психологиялық ахуал туғызайық сыныбымызға. Ол үшін бәрі шарттық шеңберде тұрамыз. Келе қойыңдар. Кезектен әр оқушы бір-бірімізге деген жылы сөзімізді айтамыз. Мен бастаймын. Балауса, сен ақылдысың. Қайсар, сен өте бағалысың. Сен өте тартымсың. Сен өте әдемісің. Сен өте жақсысың. Өмір сабақтасың. Ақылдысың. Мейірімсің. Тәрбиелісің. Сыпайысың. Қайсыз ақылсыз. Жарайсыңдар, керемет қалды. Бір-бірімізге қошеметтеп қояйық. Енді сабақты бастамас бұрын біз топқа бөлінеміз. Яғни суреттер арқылы топқа бөлінеміз. Мен мына жерге 3 бидің суретін қоямын. Әр оқушы қалаған бидің суретін алады. Келе қойыңдар. Сол суреттер арқылы топқа бөлінеміз. Келе қойыңдар. Алды. Жарайсыңдар балалар, топқа бөлініп алды. Енді әр топ өзінің топ басшысын сайлайды. Қазбек биді алған Қазбек би тобы, Төле биді алған Төле би тобы, Әйтекен алған Әйтеке тобы болды. Енді топ басшыларымызды сайлап алайық. Сіздерде кім топ басшы? Мажан. Диана. Дианамыз, Жана. Жарайсыңдар. Енді балдар, үй тапсырмасы бойынша біз көп сабақтар өттік, билер туралы. Бүгінгі сабақ қорытындылау сабағы. Сұрақ қойыш деген сендерге. Шешендік сөздер деген жалпы қандай сөздер балалар? Жестандай, ділмар, айып көмек, орағауыз, от тілді сөз бар, тапқыр. Сол сөз айта алатын сөздерді шешендік сөздер деп айтамыз. Жарайсыз қосылып айтатындар ма? Шешендік сөздер дегеніміз қоғам өміріне, табиғат құбылыстарына байланысты терең оймен бейнеленген шебер тілмен айтылған халық шығармасы. Жарайсың, керемет. Кім айтады? Нағылдан жоқ айтады? Шынайы шешен тума талантты, әдет-ғұрыпты, салт-саны, дәстүрін, заңды, шешен, әділдігімен бәрін шешетін адам күй бола шешен бола. Дұрыс айтасың, жарайсың. Ал балалар, енді сендерге тағы да пікір талас тудыратын сұрақ қояйын. Кез келген адам би шешен бола ала ма? Қалай ойлайсыңдар? Ал қосамыз. Кез келген адам би шешен бола алмайды деп ойлаймын. Біздегі қазір қоғамдағы адамдардың ойлары екіге бөлінеді. Біреуі ол Алланың берген сыйы, кішкентайынан, жинатынан солай келе жатыр деп айтады. Ал кейбіреудің ойынша тілге шешен болу керек, жақсы оқу керек деген сияқты халықтың ойы екіге бөлінеді. Жарайсың, дұрыс айтады. Яғни халықта пікір екіге бөлініп жатыр дейді. Шешендік қанмен туады дейді біреулер. Біреулер өсе келе, оқи келе, дамиды, шыңдалады деп жатыр. Қосатыныз бар ма? Кез келген адам шешен бола алмайды. Шешен болу үшін ең алдымен отанын жақсы көретін, халқына адал, үнемі жүрегі қаңқа деп соғып тұратын адам ғана шешен болады. Отанын шексіз сүйетін, отанына берілген адам ғана әділ би бола алады, Қосатыныз бар ма? Кез келген адам шешен бола алмайды. Себебі біздегі Қазбек би ол 7 жасынан бастап тәрбиелі болған. Шешен болу үшін дана болу керек, көптеген сөздер білу керек, көптеген білімі болу керек. Жарайсың, яғни кез келген адам шешен бола алмайды, би шешен болатын адам өзіміздің халқымыздың салт дәстүріне болу керек, заң
заңды білу керек, иә? Сол кездегі би шешендерді кімдер сайлап отырған? Қоспаларыңыз, ә? Сол кезде би-шешендерді халық өз арасын әділ түрде сайлап отырған. Яғни әділ түрде өздерінің қалаған адамын жоғары билікке қойып отырған, иә? Ол шешендер қандай қызмет жасады хандарға? Шешендер ханға ақыл айтып, осылай істесе халыққа пайда тиеді деген сияқты ханды тура жолға салды. Иә, ақыл кеңес беріп отырды хандарға. Яғни ең үлкен жоғары лауазымды бұлар неғылды отырды, иә? Қазіргі бізде жоғары лауазымда қазір хан бізде қандай система көшіп кетті бізде қазір? Қазіргі бізде жоғарыда отырғандар олар депутаттар, парламент өкілдері, бұрынғы замандағы би-шешендер сияқты олар сол президенттің қарамағында жүрген. Жарайсың сөйлем. Қазіргі ханымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, соның қасындағы мәжіліс жаңа депутаттар, спикерлері бәрі би-шешендердің қызметін атқарып отыр, иә? Жарайсыңдар, өте керемет. Сұраққа жауап берген әр оқушыға мен мынандай теңге таратып отырғанда кім сабаққа белсене қатысты, сол теңге саны көп, сол бағаланады сол бойынша. Ең көп жинаған 5, орташа жинаған 4, аз жинаған 3 деген. Кім сұрақ жауапқа қатысты? Үшеу деп алып берді, жарайсыңдар. Сендер де сұрақ жауапқа кім қатысты? Жарайсың. Маржан. Сұрақ қатысқан ма? Жарайсыңдар. Осы ақша бойынша қазір бағалаймыз. Енді әркім өз биімізді сайлады, иә? Енді сендерге тапсырма. Әр топ өз биін бізге не қылады? Таныстырады, иә? Постер әдісі бойынша. Екі минут уақытта орындап шығамыз. Екі минут уақыт. орта жүзге тағайындалған екен. Тәуфиқ хан орта жүзге
Balalar, vakit ayaktalar. Oturamiz. Qaytib daim. Birinchi To'lelik to'g'ishadi. Kel, kim qo'rqadi? Төле би қазақтың тәуке әбділмәмбет жолбарыс абылай хандарының тұсында ел басқарған би сөздеріне араласқан. 300-ді бір орталық қабақтырған. Ойшыл дана, Қарлығаш әулие атанған билер кеңесінің мүшесі, шешен ділмар, ұлы жүздің төле би, әстәбекхан қызған билер шешесінің мүшесі. Ұлы жүздің төле би Ташкенттің Жүніс хан мазарының жанында жерленген. Әз-Тәукенің бас кеңесшісі болған. Түркістанды қазақ хандығының астанасы қылуға атсалысқан. Араб парсы тілдерін жетік меңгерген, жеті жарғы жинаның құрастырушы. Жарайсыңдар. Яғни осы екі оқушы берген мағлұматтарға таныс болу, иә? Төле бидің жаңағы қызметтері, ерліктері туралы, иә? Жарайсың, отыра бер. Енді қайтып. Келіңдер. Болмаса, мына жақтан алайын. Қазбек алғылық қасиетті 7 жасынан барған. 1667 жылы сыр бойында туылған. Шешенді жағы деп аталатын жандар жинағының құрастырушысының бірі болған. Балалық шағы Қаратау Ұлытау деген жерде өткізген. Билер кеңесінің мүшесі болған. Қалмақ ханы болған. Қаз дауысты Қазбек би деген атақ берген. 7 жарғы деп аталатын жандар жинағының құрастырушысы. Жарайсың. Болашақтағы Қаратау Ұлытауды өткізген. Бала шағы орта жүздің би болған. Алғырлы ақылды дана адам болған. Шешен би дана болған. Билер кеңесінің мүшесі, ішкі сыртқы саясатты басқарған. Яғни елшілік қызмет атқарып отыр, иә? Жарайсыңдар. Қошаметтеп қоямыз. Енді келді. Әйтеке би 1644 жылы туылған, 1700 жылы дүниеге қосқан. Әмір Темірдің бас кеңесшісі Ораз ханның 5-ші ұрпағы. 21 жасынан бастап билікке араласа бастады. Әйтеке бидің шын есімі Айбек. Әйтеке би Әлім тайпасының Төртқара руынан шыққан. Жарайсың. Үш бидің қатысуымен 1684 жылы жеті жарғы атты заңы жарияланды. 25 жасында ол кіші жүздің ресми биі болған. Жарайсың. Әйтеке би 5 жасынан бастап молдаға барып сауат аша бастаған. Шешендік қасиетінің танылуына әкесі ықпал етті. Әйтеке би өзбек, түрік, дін туралы араб, парсы, шағатай, география, математика, шет тілдерін бәрін оқып меңгерген. Жарайсың. Жарайсыңдар балалар. Осы қорғау бойынша бағалар жіберейін қатысқан оқушыларды. Қатысымен. Сіздерді кім қорғады? Жарайсың. Жарайсың. Сіздерді кім қорғады? Гүлдәурен. Жарайсыңдар балалар.
сіздерге хат келді. Осы хаттың ішін ашып қараймыз, сұрақтарға жауап береміз, иә? Ақылдасып, ойланып, ойымызды bir minut uақыт сіздерге беріледі. Ақылдасып, ойласып, қорғаймыз. Бәріміз сөйлеуге тырысайық, ә балалар? Dayımız var. Nasıl dayım ya? Ayteke bir dolu dayım. Her kasımda ayet derslerimizde olsun. Öyle bir ayteke bir dayımız var. To'xtatamiz. Birinchi ayteke bir to'g'ri dayım bo'ldi. Ayteke bir to'g'ri surat qo'ysanizlar. Ayteke бидің шешендік қасиеттеріне тануына кімнің ықпалы тиді? Yani ayteke bir şişede kasiyetinin tanıtımına kımın ықпалы тиді? Дұрыс айтасың. Әкесі бәлкім ерекше ықпалы тиді. Ayteke би кімнің тәрбиесінде болды? Кімнің тәрбиесінде болды? Әйтеке би 7 жасынан бастап Ақшақар мен Жалаңтөс Баһадүр хан атасының тәрбиесінде болды. Ол Жалаңтөс Баһадүр атасынан қолбасшылықты үйренеді, ал Ақшақардан ел шықпақшы. Yani екі атасының біреуі хан болған ұрпаққа, ал біреуі батыр болған, иә? Дұрыс айтады. Біреуінен батырлықты, біреуінен ел билеуді үйренген. Қанша жасында би атанды? 21 жасынан бастап, ол кішкентайынан бастап Ақшақарның қасында жүріп биліктерге араласа бастады. 21 жасынан бастап көзі үйрете бастады. Және де 25 жасынан бастап кіші жүз руының ресми басшысы болды. Resmi bir болып сайланды, иә? 25 жасынан. Жарайсың. Керемет жауап. Қайта дайынбыз, дайынбызға? Ал, сұрағымыз қояйық. Қазбек бидің алғырлық әділдік қасиеті қанша жасында байқалды? Қазбек бидің алғырлық әділдік қасиеті 7 жасында байқалған. Жарайсың. 7 жасында алғырлық қасиетін байқалуының өзі бір ерекшелікті білдіріп тұр, иә? Яғни тегін бала емес екенін, иә? Қазбек би бала белен дана биге айналуы. Тыңдаймыз. Бір әкесі екеуі бәйгеге барады. Сол уақытта тойханашы жігіт арасында және де бәйгеге қатысқан адам арасында екеуінің арасында дау туады. Сол кезде Келдібек биге барып айтайық, сол би дана адам ғой деп екеуі барған кезде тойханашы жігіт мынау менің бала күнімнен өсірген мәселем дейді. Ал бағанағы бәйгеге қатысқан адамда оған жетістік бермейді. Сол уақыт арасында соны Келдібек биге айтқан кезде Келдібек би басын ауыртып, ақылы жетпей отырады. Сол кезде Қазбек би өте кішкентай бала болған, екеуіне бір тапсырма береді. Сен екі адамға өрістен барып, екі қой алып келіңдер дейді. Мына жетпей тұрған екі қозы сол екеуінің біреуін искелеп кетсе, сол баланың кірді. Сол адамдікі деп жауап береді. Сол кезде Қазбек бірінші тойханашы жігіт
қозыны иіскелеп кеткендіктен тоқанашы жігіттің бәсіресі болады. Сол құлын одан кейін халық арасында Қазыбекпен бала биден дана биге айналады. Дұрыс айтады, бала биден, бала биден дана биге айналады. Тағы қандай сұрақ бар сендерде? Не себепті қыз дауысты Қазыбек атанған? Қазыбек би қалмақ ханмен барлық ешікке барған адамдардың бары сөйлес алмай қалып соғықта қалып қалғандықтан Қазыбек биді ел арасынан таңдап жіберген. Оны әкесінің өзі рұқсатымен жіберген. Сөйтіп Қазыбек би барып, оны қайта сөйлей алмастай аузын жапқаннан кейін, оны қыз дауысты Қазыбек би деп атаған. Дауысты Қазыбектің би деген дейді. Сенің атың бұдан былай қаз дауысты Қазыбек болсын деп қойған, иә? Жарайсың. Нақыл. Төле бидің шеше шебер болуға кімнің ықпалы тиді? Әкесі әкесінің ықпалы тиді. Өйткені олар Төле жастайынан әкесінің жанында жүріп, небір билік арасындағы шешендігімен, тапқырлығымен, әділдігімен танылады. Және небір аузы дуалы, діндар кісілердің сөзін тыңдап атасын алады. Жарайсың. Екінші сұрақ. Не себепті қарлығаш әулие атанды? Төле бидің қарлығаш әулие атану себебі жоңғар басқыншылары қазақ жерін ертең қаптап келе жатады. Сонда бүкіл қамсыз отырған ауыл малдарын көшіріп, барлығы босып көше жөнеледі. Сонда жалғыз ғана үй түтінін түтетіп отыра береді. Сонда жоңғар басшысы мынау кімнің үйі, неге көшпей отыр, біліп келіңдер деп жоңғардың бір-екі жігіттерін жібереді. Сонда ол жоңғар жігіттері үйіне, Төле бидің үйіне баса көктеп кіріп, сен кімсің, неге көшпей отырсың деп сұрайды. Төле би болса оларға сабыр етіңдер жігіттер, менің үйіме қарлығаш ұя салған еді. Мен жоңғар басқыншылары келсе екен деп қарлығаштың ұясын бұзып балапандарын шыңдатып отыра алмаймын. Сендердің де балаларыңды осылай улатып шулатып қырып жатса сендерге жақсы ма деп айтады. Менің осы сөзімді бастықтарына жеткізіп барыңдар дейді. Сонда жігіттер осы сөзді айтқан кезде бастықтары оларға бұл кісі әулие кісі екен, оларға және оның төңірегіндегі ауылға тиіспеңдер деп айтады. Ол қарлығаш әулие атанды. Жарайсың. Үшінші сұрақ. Төле бидің ердің бақыты әйел деген нақыл сөзін қалай түсінуіміз керек. Төле би ердің бақытын кетіретін де әйел, әперетін де әйел деп айтып кеткен. Сөйтіп ол өзінің баласына келін таңдаған. Сөйтіп бір жерде келе жатса, топ арқылы ол Төле би басып келе жүреді. Сол кезде оның алдынан бір топ атты қыз жүрейін деп жатыр екен. Сөйтіп оның ішінде ең дана қыз, Дағакөл деген қыз болады. Сөйтіп ол қасындағы қыздарға тоқтар, алдымызда үлкен ақсақалдар өтейін деп жатыр екен. Солар бірінші өтсін деп ақыл айтады. Содан кейін топ арқылы тоқтап тұрып ақсақалдарды өткізіп жібереді. Сол кезде соны байқап тұрған Төле би мынау кімнің қызы деп Дағакөлге таңдалады ақыл болуынан. Содан кейін ол Дағакөлді баласына берген. Яғни бір көргеннен тегін қыз емес екенін байқаған, иә? Жарайсың, дұрыс айтасың. Осы тапсырма бойынша қатысқан оқушылар түгел қатыстыңдар, иә? Жарайсыңдар балалар. Балалар, мына тақтадағы суреттер сөйлейді әдісіне қарайықшы. Көрініп тұр ма Дамиян? Осы сурет арқылы, осы суретке сай келетін кітаптың ішінен сөйлем таба аламыз, кім бірінші табады жүйелеген? Осы суреттерге қарап, міне осы суретке мына жолы жазылған кітапта деп кім айта алады? Батыр менен ел көрер, жау менен жер көрер. Дұрыс айтты. Батамен ел көгерер, жаңбырмен жер көгерер, иә? Жарайсың.
ана бірінші тұрғанда сен несі кемдігенің есігі. Dürüst, mahal dürüst baktı. Al. Abi neydir? Nasıl boyunca nasıl bir kızını gelir? Yok, bir de başa. Ya otbası. Caray, dürüst aytadi, jaraysiz. Ta bo'lsa olsak basaylasizda, ay. Kadın olsa ağayından, adal olsa dostan. Dürüst. 3-4 mahal bu suretten çıkarabilsinler oldu. Bırak beni. Suret boyunca. Sen utanmasın. Dürüst. Kucak ay. Ya, dürüst aytadi. Ayır ana bir oğlun besiq bitirmeyecek, bir oğlun iyide әлемді жетпейді. Yani ananın hizmeti жетпейді. Ya. Dürüst aytasın. Жарайды. Бітті ме? Жана. Бата баланың азығы деп дұрыс айтады. Отбасы кішігірім мемлекет. Өте дұрыс. Отбасы кішігірім мемлекет. Тағам әзірі тұрғаныңызда болды ма? Дұрыс айтасың. Жарайсыңдар балалар. Мен осы 3-4 сурет арқылы сендерді бүгінгі сабақпен байланыстырғанда дұрыс айтасыңдар. Менің де қосып алып кетер жаңағы мақалдан бөлек пікірім. Жаңағы кітапта не деп жатыр? Кішкентайынан апасының қасына еріп жүрді. Анасы ақылды болды. Яғни тәрбие отбасынан басталады. Я мен осы сол негізде шығарған бұл суретті. Яғни дәлел келтіріп болсақ, айтып берейінші көрмейміз. Қайсы дейміз? Әкесі ақылы болмаса, анасы ақылы. Жаңағы шешендік істерге араласты. Анасынан келді, әкесінен келді биліктер. Айтеке бидің әкесі Абайбек ол сол андай шешен болған, сосын баласын қасына ертіп жүріп, оны да билердің істеріне араластырып, шешендік өнерге жақын тартты. Дұрыс айтады. Бала кішкентайынан жүріп осы істің сырын меңгерді, я дұрыс айтады, жарайсың. Қанша мектеп болса да, өзінің отбасының, өзінің ата-ана берген тәрбиесін ешке бере алмайды, я? Ал. Қазбек бидің анасы тоқмейім, сондай Дұрыс айтады. Мынау да келеді. Анасы ұтымды, ақылды, сондай зерек болған, сондықтан да ол баласы анасына дарыған, бір қасиеті дарыған. Ал. Қазбек бидің әкесі Кендірек те өзі сияқты би болған, және де ол әкесінен де келген. Яғни тектілік биологиямен байланыстыратын болсақ, ген арқылы да келеді, я? Дұрыс айтасыздар балалар, өте керемет жақсы болып, бір-бірімізді қапалап өте жақсы. Сендердің белсенді қатысқандарына мен ақшам таусып қалайын деп тұрмын. Ендігі біздің тапсырмамыз мақал мәтелдің жалғасында. Мен оқимын бірінші сөйлем, екінші сөйлемін сендер жалғасын таратсыңдар. Қол көтеріп шуламаймыз. Ана сүті бой өсіреді. Бар ма жауап жоқ па? Уақыт алмауымыз керек. Әке ақыл ой. Дұрыс емес. Бірақ ұқсайды. Бір сөзін ауыстырсаң келіп тұр. Ата ақыл ой өсіреді. әже ақылы ұл өсірер ма? Әке ақыл. Осы басындағы сөзді ауыстыру керек. Әже. Ана сүті бой өсіреді. Ата ақылы ұл өсірер. Жоқ, абай жауап. Ел өсіреді. Ана тілі ой өсіреді. Өзінің ана тілі ойыңды өсіреді. Ал қарай. Тілім білмейтіндер емес. Тілім білмейтіндер емес. Жауап бар ма жоқ па? Тілін білгісі келмейтіндер мәңгүрт. Ешкімге жауап болмады. Адам көңілден азады. Адам көңілден Адам көңілден азады. Адам көңілден тозады емес пе? Көңілі қалып ол тозып кетті да, бірақ не жазады оны? Алла Жоқ, тіл жазады. Тілден жазылады.
жағы. 10 адамға келген 10 пәленің 9-ы бірінші камераға өтеді. Таптыңдар ау біреуін. Отан. Жүйрік болды. Мен аузымды ашпай салып қойды. Опасыздар. Жоқ. Опасыздар салтында не жоқ? Дұрыс айтады. Отан жоқ. Отанмен тілмен байланысты болады ғой, қарасаңдаршы. Отансыз адам. Біздің перде мақалы шешен жүйрік екен ғой. Ақынның тілі нұсқау берейін. Тілмен не істеуге болады? Қылыштан өткір. Таба алмай қалыңдар. Енді сервит үш бидің үшеуіне ортақ қандай қасиеттер болды? Ауызша сұрақ қосымша. Бірақ мәлімет үш биде елін сүйген шешен болған. Жарайсың. Қазақтың жанашыры дұрыс айтады. Әділ болды. Үшеуіне ортақ қасиет әділ. Шешен күйін өрісті. Яғни жастайынан байқалды зерекшілік. Дұрыс айтады, зерек болды. Яғни үшеуі де жеті жарғы заң құрастырды дейді. Енді балдар серпілді сәтіне жеті сан туралы көреміз. Қасиеті туралы. Тыңдаймыз. Жігітке жеті өмірде аз. Жеті атасының өлгені жеті жұрттың қанын жейді дейді қазақ. Баяғыдан қазақ жеті санын киелі тұтқан. Жеті күш, жеті тылсым, жеті жұмбақ. Армысыздар ардақтағайын. Сіздермен бірге Қазақ Лайф дәстүр бағдарламасы бүгін жеті санның кереметтігін айтамыз. Байлығын замандардан бері жеті санына сенеді. Тіпті айтулы уақиғалардың өзін жеті санымен байланыстырып, салт дәстүрге жеті санын көп кірістірді. Қысқаша ғана мағлұмат алды. Жеті сан туралы өздерің қандай мағлұмат білесіздер? Оқығандарың болса, жеті сан туралы не білеміз?
anamız var. Ya dұрыс айтады. 7 atamız var. Дұрыс, 7 ата, 7 қазына деген бар, 7 yıldızımız var. 7 қарақшы деген, ya. Рабиға сене 7 жұт деген de сөз бар, ya. Кім айтады, қай қосалаңыздар? 7 санын киелі деп қазақ санаған, ya, дұрыс. Тағы қандай мағлұмат өзіміз білеміз. Дұрыс, 7 жұт бір рет кесіп айтады, ya, бабамыз? Дұрыс, жарайсыңдар балалар. Апай менде бізде 22 наурыз күні барлығы наурыз көже жеткізіледі. Сол кезде 7 дақыл арқылы 7 түрлі дәм қосамыз, ya. Жарайсың. Ата бабамызға ешкілерімізде дейтінен тұрып шығарамыз. Yani dürüst айтады, ата бабамыз еске алатынымызда біздің 7 шекпен таратамыз. Yani 7 санын бекерден бекер олар жарғының атын 7 жарғы деп атамаған, ya. Ата бабамыз, жарайсыздар. 7 санның киелілігіне мән берген. Енді мен сендерге стикер беремін, осы стикер бойынша бүгінгі сабақта ең қызық болған тапсырма, ең құнды болған ой, және мәлімет. Жоқ, қай құнды, қызық, қиын. Сол тұсқа білсені көбірек білейді. Не қызық болған тапсырма, құнды болған мәлімет, қиын, не қиын болды саған? Қай топ болды? Қызық, қиын, құнды. Үшпей туралы мәлімет құнды болды. Уақыт өтіп бара жатыр, балалар болыңдар. Бірақ өтіп қалды, әрі кімнің қанша теңге жинап, кім бізде жиырып болғанын анықтауымыз керек. Қай топ бітті? Жарайсың. Айтамыз, Маржан, не қызық болды сендерге, не құнды болды? Тыңдаймыз, мына топтың пікірін. Бізге мақал мәтелді жалғастыру өте қызықты болды. Бізге құнды болғаны 7 санның қасиеті туралы білгеніміз құнды болды. Қиын болғаны мақалды жалғастыруды сәл қиындау. Қиындық туғызды, ya, жарайсың. Сендердің топтарың. Ең қиын болғаны анау мақал мәтелді жалғастыру. Мақал мәтел жалғасын табу қиынырақ түсті. Енді Сурет бойынша мақал мәтел айту. құнды болды сендер үшін. Ең қызығы Қазыбек би туралы мәлімет. Дұрыс. Сендерді қандай? Қызықты болғаны мақал мәтелдердің жалғасын табу, сурет арқылы мақалдықтар айту. Құндысы 3 би туралы мағлұматтар, қиыны мақал мәтелдердің жалғасын табу. Жарайсың. Енді балалар әр топ нақыл сөздерін айтып кетейік, ya. Ұзақ емес, 3-4 нақыл сөздер айтып кетейік. Тек сіздің тегі бұл. Жарайсың. Біліп айтқан сөзге қи жетпейді, мағау айтқан сөзге шын жетпейді. Өте керемет айтыңдар. Әні ағаның тынысы жарайсың. Ақ жоқ. Tek sizin tегі құл. Жарайсың. Рабиға. Дұрыс. Апай Маржан, өзіне келер ұятты өзі біледі. әр адам өзіне келер ұят, өзі біліп тұрса игі. Ал. Ya, өмірі халқының үшін өмір сүремін дейді, ya. Керек болсын, сол керек болсын, сөз қылыш Апай жарайсың.
соны кішкентай ғана тәрбие мәні қалай болады деп ауызша айта аласыздар ма? Мысалға, жаңа сен қандай айттың? Кісіге бірге туыспау керек, туысқансыз сөз қоспау. Иә, яғни біреумен туыс болсаң не істеме деп отыр? Оның айтқан жаман сөз. Иә, яғни әрбір сөзге бәле іздеп сөз көбейте берме дейді, иә? Менің айтқан нақыл сөзі өмірім халқымдікі, өлімім бара өзімдікі. Бұл Әйтеке бидің нақыл сөзі. Бұл халыққа өзінің барлық өмірін арнағанның ұлтшыл болғанын. Яғни халқы үшін өмірін бәрін өткіземін дейді, иә? Тағы кім қандай мәнісін түсіндіреді? Маржанқы керемет. Әр адам атадан ұл туса игі, ата жолын қуса игі, өзіне келеді ұятын, өзі мініп тұрса игі дейді, иә? Яғни біреуге әңгіме айтатын кезде маған осыдан қандай сөз келіп қалар деп үнемі ойланып отыру керек дейді, иә? Жарайсың. Енді балалар, ақшамызды санаймыз. Әр топ өздері қанша ақша жинады, қорын санаймыз. Сан бойынша санай береді, 1, 2, 4, 5, 6 деп. Қазбек тобы қанша жинадыңдар? 20 ақша жинапты. 14. 14? 22. Сабаққа белсенді қатысып ең жоғары балл алған қайсысы? Жарайсыңдар. Балалар, үйге осы шешен Әйтеке би туралы, Төле би туралы, Қазбек би туралы жаңағы қазіргі замандағы билер ел басқарып отырған үлкен аталарымыз бар ғой, иә, мысалға. Солардың екеуінің арасындағы билік қандай болды? Ол кездегі ел басқару қалай болды? Қазіргі ел басқару қалай болды? Жаңашыл дәстүр қалай, бұрынғы дәстүр қалай? Соны зерттеп келеміз келесі сабақта. Қатысқандарға рахмет. Қош сау болыңдар.